Жуастар да бар ма? Арқыларам бар ма? Көбінше сіздер білесіз. Көбінше сегіз бар. Адамадан тиіп болу керек. Басылар бұл ансат емес. Себебі басылық әмен келдің бірде шығады. Басылар қандай көзінен өтеді? Көз алдыңызға кетесіз. Идеал басылық болады. Жуас, өзі уақытында өзіне келетін. Енді жуас емес, ешқашан басып жуас болмау керек. Себебі жұмыс осы жұмысшылар әрдайым өзінің қолындағы жұмысшылардан жұмысын талап ету керек. енді жуас болғанда да сондай жуас емес та? Дұрыс, әменізде пікіріңіз жуасыған болу керек. Себебі қартайым қабағын үйіп бақыра берсе, ол кешікпей жатпайды. Зүйері мәселен өмірді бақыра береді. Таңдамады деп жақпайды. Раваймен болу керек әмен әсілі. Басықадан шындай. бақыра берді да жұмыстан кетіп қалды. Кеше көріп отырсыздар креативтерді. Мынандай қыламын деп сіздің басқа қарап шығарып келіп көріп жатқан. Басқа адам сондай халықтың, болмаса жұмыстың тәртібімен жүру керек. Не үшін сізге бұл теманы ойлатпаймын? Ақпараттық. Енді өзіміз сол өзімізді сондай затқа таярлау үшін деп ойлаймын. Себебі әрбір адам бастық болмайды. Бәлкім бір жерде президент бәрі шығады. Бәлкім министр бәрі шығады, әкім бәрі шығады. Қазірден бастап сол бастыққа ұлыма түсінік алуға өтіп бір жерге барып коррупцияға араласып, мемлекет қопара берсеңіз, халқында тәрбиеге алмаған болса да, мемлекет сіздерге көмек береді, сіздер оларға көмек береді. Туғы жолда жүру керек. Енді рәхбарлік басқару функциясының басқаруына шамет ісеп шығаруды заманауи менеджерлер. Менеджерлеріміз заманауи адам басқару. Бастық басқарушы болу керек. Бастық дипломат болу керек. Дипломат түсіністер мынандай достық шартнама түзетін әмбек тілінен шығатын болу керек. Бастық тәрбиеші һәм мұраббилік болу. Бастық мұрабби һәм тәрбиеші. Не үшін тәрбиеші, не үшін мұрабби? Себебі өзіндегі адамдарға қандай болып нәсихатлар, кемсітуін айтып, оның дұрыстығына басады. Себебі жұмысшыда қателесте берсе, оның ағылы түседі. Қазір директорлар менше көптінде, оқушысы азы кірсе, оларға директорларын босатып тұрады. Сондай. Тәрбиеші, мұрабби, бастық қандай үлгілі болу керек. Қандай өзі бастықтан үлгі алу керек. Бастық қандай қылса, оның жұмысшылары содан қылу керек. Рахбар, инсан. İnsan degeninde, insan ve adam ne fark var? İnsan ve adam. İnsan өзінің ой пікіріне ие, жетік пікір алатын. Көбінесе андай кітапларда камын инсан деп жазбайды ғой. Бірақ камын адам деп айтпайды. Адам болған, туылған адам. Анау жетіп кеткен адам. İnsan деген бұл жақсы қасиеттерге ие болған. İnsan қадайым жақсы қылатын, қадайым өзінің энергиясын басқаларға тартатын. Рахбар инсан бастық тәлбіркар, яғни бизнеспен болу керек. Не үшін бизнеспен сауда саттықта көріп тұрсыз? Тәлбіркар. Бизнеспен. Бастық сауда істеу керек. Не болу керек? Басқа шетелде бізде көбінше базарға барсақ, саудагерлерді көрсек, келін деп өзінің затын өткергісі келеді. Олар ема шешен болады. Бастығым сондай, әрбір адамменен істес білу керек. Тіл табысу керек. Тіл байлығы күшті болу керек. Тіл байлығы күшті болу үшін оқу керек. Себебі әдеби кітап оқу керек. Психологиялық кітап оқу керек. Үш сұлбы дейді. Рахбардың үш сұлбы. Бұл басқару жағдайында жүзеге шығатын басқаларды талқылау сулары, жолдары мажмуа дейді. Бастықтар үш түрге бөлінеді. Автократик,
либерал һәм демократик. Демократик деген неміз Жеке. халықаралық. Енді бірінші автократикке өтіп кетейік. Автократик дейді. Автократик деген бұл мынандай қазір мен автократик бастап қаламын, сіз жұмысшы боламын. Сіз жұмыс істеп сен не қылып жатсың? Ұстап отыр. Неге кеш қалып келдің? Не үшін андай қатып қол емес андай. Роботтай болып сөйлейтін емес. Жұмысшыларды қадағалайтын. Жұмыстарды қатты қадағалайтын. Түсінбейді. Мен бұл жерде бастықпын дей беретін да. Менен ешкім өтіп кете алмайды. Мен жоғарыда болуым керек. Енді оқып берейін. Бұйрық шығару, қарар қабыл қылу, қадамнама жаза беру яки жақтағаншысы жауап түрін сұраққа алмайды деген. Яғни ол жұмысшылармен істеспейді. Мен мынандай деп ойлаймын, сіздер артта отыруымыз керек емес, сіздермен артта отырған бола ма, яки артта отырған бола ма деп істеспеймін, сұрамаймын. Прямо айтамын, артта отырыңыз деп. Сіздерге отыру керек ме, көрмей ме? Автократик басқару сондай болады. Автократик бастық өзіне шамасы үстін қояды. Мен бастықпын бұл жерде. Менің айтарым айтпам. Көп кәпірші яқтырмайды. Lekin bo'ysunuvchilar bilan muomalada bo'lganda uning rahbarlik ro'li balandligini o'zining katta tushishini sezib turadi. Ya'ni o'zini men бастықпын deb qattiq sezib turadi. Бастықтарdan qanday ish kerak bo'ladi. Liberal praktikada автократик басқару ұсынуына har jihatdan yomon deb bo'lmaydi. Ba'zi bir hollarda bo'ysunuvchilarning madaniy darajasi axloqiga sababli ish berib qolishi mumkin. Жаңағыдай ayrim жұмыстар тәртіпсіз болады ғой, андай бақырмағанша, сен істе деп демегенше ол істемейді. Сондай кезде автократик пайда береді. Неде либерал ақпар? Либерал. İradasız, teşebbüssüz болады дейді. Жаңағыдай бастықтар жұмысына келмей жүре береді ғой. Сен пәленшесі ғой, сен көлеңшесі ғой, мен жұмысқа барады деп. Өзінің жұмысын басқаларға тапсырады. Су істемауға, су қарамайды. Жауапкершіліксіз болады. Өз мәселеге мәселелерді ашты яқтырмайды. Адам шығады. Yarıga nisbatan qat'iy bo'lishini aytadi. Sud sizlarga o'zini boshqaradigan yerda javob O'tirmaydi. Sebebi bugun havo rayi bo'ldi. Неге зебра ақ қара? Sebebi muayyin olmasın. Аласын еді. Olmasın diye. Неге жирафаның бойы ұзын? Sebebi Maksuda şaşını koyardı. Неге балалар қыздардай болып кеткен? Sebebi ayrılma jinosi.